Қарашығанақ кен орнының даму тарихы өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан бастау алады. Кен орнын ішінара дамыту 1984 жылы басталған болатын. Дегенмен кеніштің ауқымды игерілуі 1997 жылы өнімді бөлу туралы түпкілікті келісімге қол қойған халықаралық мұнай-газ компанияларының келуінен кейін басталды. Бүгінде кен орнының игерілуі Қарашығанақ Petroleum Operating Бейбек халықаралық консорциумының басшылығымен жүзеге асырылады. КПО консорциумы мен Қазақстан Республикасы арасында орнаған нәтижелі ынтымақтастық ел ресурстарының тиімді түрде игерілуіне және өңір экономикасының тұрақты дамуына негіз болды. Дүние жүзіндегі техникалық тұрғыдан алғанда өте күрделі кен орындарының бірі болып саналатын Қарашығанақты игеру барысында көмірсутек шикізатын өндіру мен игеруге арналған ең үздік заманауи, көбіне инновациялық технологиялар қолданылады. Көмірсутектерді өндіру және өңдеу қоршаған ортаны қорғау саласында КПО компаниясына жоғары жауапкершілікті жүктейді. Компания тұрақты даму принциптерімен жоғары стандарттарды ұстанады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы ұсынған жасыл экономикаға көшу бастамасын толық қолдайды. Қарашығанақ секілді техникалық тұрғыдан күрделі кен орнын қоршаған ортамен үйлесімде игеру КПО мен біздің мердігер ұйымдардағы әр жұмысшының үздіксіз жұмысқа атсалысуын талап ететін күрделі міндет болып табылады. Осыған орай өндіріс нысандарының қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету мен қоршаған ортаға тиетін кері әсерді азайту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының барлық заңнама талаптарын орындау біздің басты мақсатымызға айналып отыр. Атмосфералық ауаны қорғау КПО компаниясының өндірістік қызметінің ең маңызды экологиялық аспекті. КПО әрдайым көмірсутектерді өндіру нәтижесінде пайда болатын атмосфераға шығарындыларды азайту жолдарын іздейді. Кен орны маңайындағы әуе бассейнінің ластануының айтарлықтай қысқаруы технологиялық процестің ішінара өзгеруі мен озық технологияларды пайдалануға байланысты. 2015 жылы КМГК-да технологиялық шараларды өткізу нәтижесінде газды пайдалану көлемі 99,85% құрады. Бұл өндірілетін газдың жалпы көлемінің тек 0,15% ғана жағылғанын білдіреді. Осындай газды пайдалану деңгейі бүгінгі әлемдік мұнай-газ саласындағы ең үздік жетістіктерге сай. Компаниямыздың еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау саясатының ең басты мақсаты қоршаған ортаға кері әсерді барынша азайту болып табылады. Осы мақсатта біздің компания мұнай және газ саласындағы ең жетікті технологияларды пайдаланып келеді. Жыл сайын қоршаған ортаны қорғауға арналған іс-шаралар жоспары жасақталып, ол Қазақстан Республикасының құзыретті органдарымен расталады. КПО-ның табиғатты қорғаудағы басты міндеттерінің бірі су қорлары мен жерасты сулардың тазалығын сақтау. Сонымен қатар технологиялық процестер үшін су алуды және суды қайта пайдалануды азайту. Осы мақсатқа жету үшін компания қоршаған ортаға сарқынды су төкпейді. Себебі КПО өндіріс нысандарындағы тазартылған сарқынды сулар оқшауланған жинақтауыш тоғандарға төгіледі. Бұл тоғандар ластанған заттардың судың бетіне, жерасты суларға, топыраққа түспеуінен қорғайды. Тазартылған шаруашылық тұрмыстық суды КПО аймағында төгу үшін 5 жинақтауыш тоған қарастырылған. Бұл суларды қайтадан бұрғылау сұйықтығын дайындауда, орман алқаптарын суаруда, шаң басуға қолданады. Қарашығанақ жобасында өндіріс қуаттылығының өсуі өндіріс қалдықтарының заңды түрде көбеюіне әкелді. Қалдықтарының көлемін азайту және қоршаған ортаға әсерін азайтуға бағытталған іс-шараларды орындау барысында КПО компаниясы коммуналды қалдықтарды өңдеу мен пайдалану мақсатында дүниежүзілік стандарттарға жауап беретін заман талабына сай эко-орталық салған болатын. КПО-ның эко-орталығында өндіріс қалдықтарын өңдеу Қазақстанның мұнай-газ саласында қалдықтарды басқарудың үлгілі мысал болып табылады. Жер ресурстарын қорғау шаралары КПО компаниясының өндірістік қызметін жүзеге асыратын аумағының табиғи әлеуетін сақтауға бағытталған. Осы мақсатта жүзеге асырылып жатқан ең маңызды жұмыстардың бірі кен орны аумағында орман екпелерін отырғызу болып табылады. Кен орнында ағаш отырғызудың пайдасы зор. Өзге себептерден бөлек ол топырақты су және жел эрозиясынан қорғайды. Жас көшеттерді отырғызу құстар мен жануарлардың тіршілік етуіне қолайлы жағдай туғызады. Аумақ ландшафтының жақсаруына жағдай жасайды. Сондай-ақ жолдарды ауа райының қолайсыз жағдайларынан қорғайды. Кеніш аймағын көгалдандырумен қатар компания кен орнының санитарлық қорғау аймағын жетілдіруге бағытталған жұмыстарды жүргізіп келеді.
КМГК операторы функциясын алғаннан бері КПО тап болған басты мәселелердің бірі тарихи ластануларды жою проблемасы болды. 1987 жылдың бірінші жарты жылдығында нөмірі 427 ұңғымадағы бірқатар ақаулардың себебінен мұнайгаз конденсаттың жер бетіне атуы орын алған болатын. Нәтижесінде ұңғымадан шамамен 1,5 километр қашықтықта кратері бар грифон пайда болды. Ал төңірегі жер бетіне атылып шыққан көмірсутектермен ластанды. Көп жылдар бойы грифон аймағының құнарлығын қалпына келтіру кешенді жұмыстардың нәтижесінде компания тарихи ластануды жоюдағы өз міндеттерін орындады және грифон аумағының 2 кратерін қоспағанда 53,2 гектар аумақтың 49,1 гектар жеріне топырақ құнарлығын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізді. 2011 жылы КПО компаниясы қалпына келтірілген жерлердің ауыл шаруашылығы айналымына берілгендігі туралы ресми растау құжатын алған болатын. 2013 жылдың қазан айында Қазэнерджи қауымдастығының 8-ші форум аясында КПО-ның КМГК-дағы грифон аумағын қалпына келтіру жобасы қоршаған ортаны қорғау саласындағы жетістіктері үшін арнайы марапатталды. Табысталған марапат қауіпсіздікті сақтау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы КПО-ның тынымсыз күш-жігерінің мойындалуы болып табылады. Био әртүрлілікті сақтау үшін бағытталған шаралар Қарашығанақ кен орнының аумағында экожүйенің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті болып табылады. Компанияда 2011 жылдан бастап био әртүрлілікті сақтау жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес КМГК флорасы мен фаунасын мониторинг жасау, сонымен қоса сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктер түрлерін есепке алу бойынша зерттеулер жасау жұмыстары тұрақты түрде жүзеге асырылады. Ағымдағы жылдың мамыр айында КПО Терра компаниясының ғалымдарымен бірлесе отырып, КМГК кен орны аумағындағы флора мен фаунаны сақтау жөнінде ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. КМГК Орал маңындағы Борлы үстірті шегіндегі бір қалыпты қуаңдалы зонасында орналасқан. Аумақтың өсімдік жамылғысы біркелкі емес, флораға бай және жоғары дәрежедегі биологиялық әртүрлілігі бар кеңістіктік құрылым болып сипатталады. Өткен кезеңдерде тың жерлерді игеру кезінде байтақ дала аудандары жыртылған болатын. Оның шамалы ғана бөлігін сақтап қалды. Алайда қазіргі таңда ауыл шаруашылығында даланы пайдалануды тоқтату нәтижесінде кен орындарының табиғи қалпына келу процесі байқалады. Бүгінгі күні сирек кездесетін және құрып кету қаупі бар өсімдіктерді қорғау аса маңызды болып отыр. Мысалы, қызғалдақтар. Кен орны аймағында Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген қызғалдақтардың 3 түрі белгіленген. Ол шірен, биберштейн және 2 гүлді қызғалдақтары. Олар ерте көктемде гүлдеп, жаздың басында дән береді. Тағы бір сирек кездесетін шөптердің бірі ашық кесте жусан немесе ашық құндыз шөп. Бұл өсімдік гүлдегенде және жеміс берген кезінде өте сәнді болады. Ресми және халық медицинасында қолданылады. Қазақстанның қызыл кітабына енген сирек кездесетін өсімдіктердің қатарынан Андрожевский қалампырын, көктемгі үлпілдек жанаргүлін, Фишер құс сүттігінен атап өтсек болады. КМГК табиғатын қорғауда шахмат тәріздес орыс секпілгілі маңызды орын алады. Кен орны аймағының экологиялық ортасының тағы бір индикаторы қына болып табылады. Бұл саңырауқұлақтар мен балдырлардан құралған ағза. Олар бір-бірімен симбиотикалық қарым-қатынаста байланысқан. Қыналар ауаның ластануына өте сезімтал, әсіресе күкіртті оспаларға. КМГК аймағындағы ағаштардағы қыналар осы аймақтағы ауаның таза екенінің себепкерлері. Қазіргі кезеңде тұрақты дамуға көшудегі басты бағыттардың бірі биологиялық әртүрлілік пен экожүйені сақтау екені даусыз ақиқат болып отыр. КПО Қазақстан қызыл кітабына енгізілген түрлермен қоса флора мен фауна түрлерінің көп саны мекендеген КМГК-ның биологиялық және экожүйелік аумағына өз өндірістік қызметінің ең аз ықпал тигізуін қамтамасыз етуге ұмтылады. Сейчас мы находимся Қазір біз Қоншыбай су тоғанындамыз. Су қоймасының басты төменгі бөгеті. Бұл жерде бұрындары құндыздар қонысы құрылған. 10 жылдан астам уақыт өмір сүріп жатыр. Мына ағаш олардың жұмысының нәтижесі. 3 күнде бұрын құндыздардың осы ағашты кеміруі басталған болатын. Дәл қазір соның нәтижесін көріп тұрсыздар. Құндыздар бұл жерде 1980 жылдан бері өмір сүруде. Яғни кен орны құрылғанда да олар осы жерде болды. Олардың дамуына негізінен септігін тигізген Калминовка, Березовка өзенінде Қоншыбай су қоймасын салу болды. Қазір кен орны аумағында 3-4 экологиялық орталық бар, яғни ұрпақ беретін 3-4 отбасы. Соның нәтижесінде құндыздар кен орны аймағы мен оның сыртында да көбеюде.
Березов өзенінің осы бөлігінде ГКДК 2-ден бірнеше метр қашықтықта да құндыздар қонысы орналасқан. Құндыздар түнде және ымырт уақытында белсенді болғандықтан олардың есебі таңертең ерте алынды. Құндыздар ақылды жануарлар. Олар өз үйлерін жасанды бөгеттер жасау арқылы салады. Үйдің төбесі судың үстінде, ал кіреберісі судың астында. Құндыздар үшін олардың азық мөлшерін құрайтын су қоймасы жағалауындағы ағаштар мен бұталардың өскені және сумен жағалаудағы өсімдіктердің мол болуы маңызды. Құндыздардың негізгі қаруы ретінде тістерімен қатар құйрығы да үлкен рөл атқарады. Сондықтан құндыздар тез жүзіп әрі тез сүңги алады. Жалпы өзен құндыздарының кен орын аймағы бойынша және оған жақын маңындағы саны бұрынғыша жоғары болып қала береді. Құндыздардың КМКК аумағындағы шағын өзендер мен су қоймаларында үздіксіз мекендеуі өңірдегі судың олардың өмір сүруіне қолайлы және едәуір таза екендігіне дәлел. Құндыздардан басқа кен орын аумағында кездесетін орғоян, елік, түлкі, қарсақ, қарапайым, кіші және үлкен саршұнақ секілді сүтқоректілер өздерін жақсы сезінеді. Все, кто работают. Қоншыбай су тоғанының үстімен өтетін көпірдің маңында Аққулар жұбының ұя салатын кен орнында баяғыдан бері жұмыс жасайтын қызметкерлердің барлығы біледі. Әр жыл сайын құстар жыл сайын балапандарын басып шығарып, күзде оңтүстікке ұшып кетеді, ал көктемде қайтадан оралады. 2012 жылы бұл жерде аққұтан болған жоқ. Олар тек 2015 жылы пайда болды. Бұл үлкен күтпеген жағдай болды. Себебі бұл өте сақ құс және оның кен орнының орталығында пайда болуы өте таңғаларлық нәрсе. Осы аққұтандар мекеніне қарап басқа құстарда ұя сала бастады. Олар сұқсыр үйрек, кең тұмсық, барылдауық, аққанатты біздұмсық шағалалар және көптеген ұсақ құстар, айғабақ, сандуғаш. Біз қазір бұлбұлдың үнін естідік. Яғни жолдың бойында әрі көліктің бұл жермен көп жүруіне қарамастан, мұнда орнитофауна сәтті өсіп-өнуде. Және осы жерде аққұтан Қарашанақ кен орнының табиғаты тамаша қорғалатынын көрсеткіш екенін айтуға болады. Карачаганарском прекрасно охраняется. Аққұтан қорғаныс астында сондай-ақ көл шағала, өгіз шағала, қарқылдақ шағала, қарамойын сұқсыр. Кен орны аймағындағы қорғау режимінің және кері әсер ететін факторлардың азаюының арқасында мұнда орналасқан су тоғандары суда жүзетін және су жағасында өмір сүретін құстардың мекендеуіне қолайлы бола түсуде. Құстар табиғатты көптеген кеміргіштер және жәндіктердің құрттардың санын құрту арқылы көркейтеді. Оның санитары болып табылады. Кен орны аймағында саралқым, аражегіш, ала бұлбұл, көкек секілді құстар кездеседі. Соның ішінде кен орнында сирек кездесетін дала күйкентайы, бөктерге және көптеген басқа да түрлері бар. 2016 жылы биоәртүрлілікті бақылау барысында тоқылдақтар тұқымдас қатарына жататын орман құсы қара тоқылдақтың жұмысының іздері табылды. Ол ұясын жоғары ағаштарда салады. Ағаштың діңін тамақ іздегенде тұмсығымен жарып, ағашта терең ойық жасап, саусақтың жуандығындай ағаштың қабығын үзіп алады екен. Бұдан бұрын жүргізілген бақылау жұмыстары кезінде қара тоқылдақтың бар болуы байқалмады. Тұрақты орындалып жатқан жұмыстар Қарашанақ кен орнындағы өсімдіктер мен жануарлар әлеміне өндіріс қызметінің таралу аймағы қандай да бір нақты кері әсерін тигізбейді. Керісінше, ауыл шаруашылық қызметіне бүкіл аймақты қорғауға көңіл бөлінбеуінің себебінде адамдардың мүлде мазаланбау факторының нәтижесінде кен орнында жергілікті флора мен фаунаның сирек кездесетін түрлерін сақтап қалуға, өмір сүру процесіне қолайлы жағдайлар туғызылды. 2013 жылы қашықтықтан бақылау, барлау және геоақпарат жүйелер орталығы Терра Қарашанақ кен орнының биоәртүрлілігін сақтап қалу жоспарының орындалуы барысында спутниктік деректер негізінде кен орны мен оған жақын орналасқан аймақтың экожүйесінің өзгеруіне ретроспективалық талдау жүргізу ғылыми зерттеу жобасы іске асты. Кен орнының және оған жақын жатқан аймақтың әртүрлі үш кезеңінің КПО қызметінің басталуына дейін КПО қызметінің орта кезеңі, кен орны экожүйесінің қазіргі жағдайы, спутниктік суретмен танысу арқылы экожүйенің динамикалық жағдайына талдау жасалды. Жерді қашықтықтан бақылау, барлау деректерін қолдану, табиғи климаттық антропогендік факторлар мен процестер ықпал етуі экожүйені өзгерту үшін толыққанды мониторинг жүргізуге мүмкіндік берді. Сезімтал жағалау аймағының өзгеруін бақылауға ерекше көңіл бөлінді. Белгілі болғандай, Қарашанақ кен орнының аймағы өңдеуге дейін ауыл шаруашылығы мақсатында қолданылды. Өңдеу барысында және 2010-2011 жылдар арасында жалпы кен орнында егістік жерлер едәуір азайды, тыңайған жерлер көбейіп, соның ішінде астық тұқымдастар көп өнім берді. Экожүйелер жағдайының динамикасының талдауы Қарашанақ өңіріндегі экожүйені қалпына келтіру, табиғи жағдайға жақын қауымдастықтар құрудың әлеуетінің өте жоғары екендігін көрсетеді.
КПО компаниясының ең маңызды міндеттемелерінің бірі тұрақты дамуға ықпал ететін ең үздік экологиялық тәжірибені пайдалану болып табылады. Компания қоршаған ортаны қорғау іс-шараларын жоспарлауға және жүзеге асыруға ерекше көңіл бөледі. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары жақын орналасқан елді мекендердің тұрғындары мен барлық мүдделі тараптардың қатысуымен қоғамдық тыңдауларда талқыланады. Ерекше назар ластаушы заттар шығарындыларын азайтуға, қалдықтарды кәдеге жаратуға және жаңа технологияларды енгізуге бағытталған іс-шараларға бөлінеді. Сонымен қатар КПО компаниясы Қарашығанақ кен орны аймағында және Үлкен Шаған Атырау экспорттық мұнай құбыры бойындағы өсімдік пен жануарлар әлемінің жағдайына ерекше көңіл бөледі. Ғылыми зерттеу жобаларын жүргізу мақсатында көпшілік арасынан биология саласындағы жоғары білікті мамандар, PhD докторлар тартылады. КПО-да үздіксіз жүзеге асырылатын қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар қоршаған ортаның ластануын барынша азайтуға қол жеткізуге, кен орны аймағы экожүйесінде биологиялық әртүрлілікті сақтауға, флора мен фаунаның өкілдерінің таралу аймағына Қарашығанақ кен орны қызметінің әсерін азайтуға елеулі ықпал етеді. КПО компаниясы өндіріс қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау мен тұрақты даму мәселелеріне басты назар аудара отырып, жоғары өндіріс нәтижелеріне сенімді түрде қол жеткізіп келеді. Компания Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшу бастамасын толық қолдайды. Күні бүгін КПО-ның табиғатты қорғау іс-шараларына бөлген жалпы инвестиция көлемі 310 миллион ақш долларынан асып отыр. Жауапты серіктестікті қолдап, қоршаған ортаға дұрыс көңіл бөлуді алға тарта отырып, КПО Қазақстан Республикасының жергілікті қауымдастықтың және Қарашығанақ жобасы серіктестіктерінің игілігі үшін жаңа жетістіктерге жетуді жалғастыра түседі.